Ассалаумалейкум, эфирде айтарым бары ток-шоуы. Көрсету Қарақалпақстан Республикасы Шаңары һәм Хаял қызлар комитеті менен біргелікте таярланбақты. Бүгінгі темамыз милли киімдеріміздің шаңарақта һәм тәрбиядағы ахмет хақында болады. Азиз нуранилер, экспертлер, көрсетуіміз мейманлары студиямызға хош келіпсіз. Ең ахметлі, ең ітібарлы темалардың бірі бұл хаял қызларымыздың киіну мәдениеті. Яғни бүгін милли қадіретларымызға тән милли киімдеріміз хақында сөз етеміз. Өйткені әр сапар біз дүрітушілік жамаатымызбенен, сол қанегілермен ойласқанымызда, пікірлескенімізде бұл тема бүгін айтылуы керек болған ең бір ахметлі темалардың бірі деген тоқтамға келдік. Демек, бұл дәуір талабы. Бұның себебі не деп ойлайсыз? Киім адамның көркі дейді. Ата-бабамызда бұрыннан кетірген нақыл бар. Теректің көркі жапырақ, адамның көркі киімі. Демек, осы киім арқалы біздер халқымыздың мәдениетін, үріп әдетін, дәстүрлерін сақлауымыз керек. Себебі, әрқандай адамның үстіндегі киіміне қарап, оның мінезінде, яқы болмаса орталықтағы тәрбиясын да көргімізге болады. Киім адамның көркі болғалығы себеплі, оның қандай екенлігін, қайсы орында қалай киіну керектігі арқалы, жәмиеттің арасында адамлардың киініп жүруі арқалы біздер көп нәрсені аңлай аламыз. Соның үшінде бүгінгі бір көтеріліп отырған теманы жүдә ахметлі деп есептеймін. Біздердің әрбіріміз со киіну мәдениеті хақында дұрыс киіну, яғни болмаса жастарымыздың һәм үлкендеріміздің соларға үлгі боларлықтай көрсете алуымыз керек. Мен ойлаймын, киіну дегенімізде біздер со киімге бір қымбат бағалы киім кию емес. Арзан болсын, яғни ол таза, жүдә жақсы, қаралған киімді киіп жүрсек, бірінші дәрежеде со шаңырақта, балабақшада, мектепте қайсы бір орын болмасын, сол орынның өзіне ыңғайлы, кереклі, ямаса сол масласқан киімдерді киюді үйретуіміз керек балаларымызға. Қазір заман өзгерді дейміз, бірақ заман өзгерген менен біздер өзіміздің миллилігімізді сақлауымыз керек. Себебі сырт елдің адамлары көрген уақытларында, я бір үлкен әнжіманда, яқы болмаса үлкен орталықта болған уақытларымызда да біздер Қарақалпақ халқының хаяллары екенімізді, қызлары екенімізді, жігітлері екенімізді анық білдіретұғын дәрежеде болуымыз керек. Демек, бұл біздердің халқымыздың бұрыннан кетірген үріп әдетлері, дәстүрі, киінуі, мәдениетін біздер өздеріміз арқалы көрсете білуіміз керек деп ойлаймын. Анамыздың айтатыны қатарыңа қарап киін, айрықша болып басқа нәрселерді киіп жүрме. Біздер сол көшедегі қоңсы қобалардың қызларына үлгі болып, жақсы болып киінің деп анамыз барлық уақытта нәсиет айтып отыратын еді. Киятырған уақытта кім екен, қандай тәрбиядан шыққан, оның киіну мәдениетінен білуге болады. Жас үлкен нұранилері бар шаңырақларда киіну мәдениетінде болсын, тәртіп мәселесінде болсын, тұрақлы өзінің әрбір шаңырақтың низамы болған. Кексесі бар үйдің қызларының, келінлерінің ұлыма киіну мәдениетлері басқаша болады. Себебі ол нұрани ана үйінде отырып кексе, хау балам мынандай киме, мынандай қылма деп бәрбірім тәртіп айтып отырады. Бұрыннан айтып келген, әзірім айтады. Милли киіміміз жүдә шет елден келген адамларға бірден алыстан көзге түседі. Мынау Қарақалпақтың милли киімі, ту ұзақтан танисаң. Қайсы бір елде жүре берсін. Америкада бір Қарақалпақтың қызы екен, Қарақалпақтың милли несін киіп, басына тақиясын қойып сөйлеп атыр. Президентіміз қойған анаңа рахмет айтты. Со Америкада жүріп, со Қарақалпақтың киімін киіп, Қарақалпақшалап сөйлеп тұрды. Міне қазір ғана айтып өттіңіз, біздің қызларымыз, келіншектеріміз шет елдерде милли киімдерді киіп жүргенін көріп, біз еріксіз қуанышқа бөленеміз. Киімнің өзі сөйлеп тұратындығын міне осы жерде білсек болады. Дұрыс айттыңыз шүр. Сондай киіміміздің барлығынан қуанамыз. Неге со киімді өздеріміз таңлап кие бермейміз? Мысалы, жасы үлкен аналарымыз, әжелеріміз бұрынлар ақ көйлек киген, жеңілерін ұзын қылып, орта жастағылардың әр жастың өзіне сай сондай реңлері болған. Қызыл рең киетін болған жастарымыз. Себебі тілден көзден сақлайды деген ырымлары һәм жарасықлы жүдә. Қазіргі дәуірдегі жастарымызға айтып отырсақ, милли қадиратларымызды іске асырудың дәрежесі деп түсінемін. Милли қадиратларымыздың сапасының өсіп атқанын деп түсінемін. Қазір енді жүдә бір жақсы болып отырып та, жәмиеттік орынларда, мектеплерде,
үйлерде әр 5-ші күні милли киімдерді кию дәстүрге қойылып жатырыпты. Мысалға мен өзімнің үйде 3 қызым бар, мектеп оқушысы келіндеріміз бар. Әр 5-ші күні сондай милли киімдерін киіп, жұмысларына, оқуларына кетіп, соқта ізлеріне қарап отырсаң, бір жарасымлы, нағыз Қарақалпақтың келіні, Қарақалпақтың қызлары да етіп көріп, өзім сыртына сүйсініп отырамын. Әр жұманың милли киімдер күні деп белгіленуінің өзі де бұл үлкен бір миллетімізге, жәмиетімізге үлкен бір мақтаныш. Бұның да бір өзіне жараса мақсатлері бар. Бұл милли киімдер күні етіп белгіленгені, себебі біздің бұрыннан ұмытылып келатырған миллилігімізді сол жастарымызға, әттекі бақша жасындағы балаларымызға, ұл-қызларымызға да соларды олардың аңына сіңдіру. Оларға бұрыннан біздің ата-бабаларымыздың сондай дәрежеде миллилігін, оларға киімдерде сәулелендіріп, өзіміздің үрп-әдеттерімізді, милли қадіратларымызды жастарға сіңдіру мақсатында сол әр хаптеде жұма күні миллилік күні. Бұл тек қана мектепте, ямаса бақшаларда емес, бұл әттекі мемлекеттік мекемелерде де милли киімдерімізді үрдіске айланып, қазіргі уақытта сол милли киімді киіп басылады. Міне милли киімнің өзіне лайық нақыслары бар. Ол нақысларда біздің ата-бабаларымыздың бұрыннан келатырған тұрмысын сәулелендіріп көрсетеді. Әрбір нақыстың өз алдына атылары бар. Міне біз бұны қадірлеп, ендігі жастарымызға түсіндіріп, олардың аңына сіңдіріп, бұрыннан келатырған сол үрп-әдетімізді енді давамлауымыз керек. Біріншіден, милли киімдер адамды ашады. Екіншіден, олардың бір сұлулығы, олардың бір Қарақалпақ нақысларының бір өзіне тән қасиетлері қандай да бір тарихты еслетеді адамға да. Әр бір нақыстың сырларын біз бақша жасынан, мектеп жасындағы оқушыларымызға осылардың сырларын түсіндіріп баруымыз керек. Мен соны нәрсеге әуес етемін. Қазіргі уақытларында қызларымыз үйден ұзатылған уақытларында милли киімдерде ұзатылады. Енді мен соны бір мысал етемін. 2016 жылы мен өзімнің үлкен қызымды ұзатқанмын. Сол уақытларында өзіне сәукеле, өзінің кемпір апасының оған арнап тігіп қойған бешпенті бар еді. Қарақалпақша бешпенті бар еді. Соны һәм және намаз шамнан тігіп қойған шымылдырығы бар еді. Мен соны қызымның сейфіне қосып салдым. Һәм сол уақытларында һәмме хайран қалды. Бұл уақытқа шекем сақланып келген бе? Әлбетте мен сол жерде жеңгелеріне де айтып жібердім. Қызды ұзатып барған кездерінде бұл кемпір апасынан қалған естелік, сол ауылымызға көп жастарымызға бұл бір түрткі болды деп ойладым. Әлбетте кейінгі той тамам болғаннан кейін маған дым жақсы пікірлерді айтты. Қарақалпақ киімінің сұлу екенлігін, адамларға жарасатығынлығын, қызларды бір сондай бір дәрежеде бір жақсы бір сұлу етіп көрсететұғынлығын міне киімнің бір өзіне бір тән қасиетлерінен білуімізге болады деп ойлаймын. Біздердің кемпір апамыз әр байрамда киім тігіп беретұғын еді. Енді сол уақытларында менің елеге дейін қызыл көйлегім бар. Жеңіменен жағасына адып салып тігіп беріпті да, һәм тігіп берді. Һәм соның сыртынан киетұғын қара қыжымнан тігілген бешпенті бар. Сол уақытларында кемпір апамыз айтатұғын еді. Қыз баласаң, әрбір сен ертеңгі күнгі біреудің келіні боласаң, сол уақытларында сен миллилігіңді сақлауың керек. Біздерге әттегі кемпір апам, анамыз һәм кемпір апамыз үйрететін еді. Сен үйде жүрген кездерінде басыңа орамал тартасаң, ауқат істеген кездерінде, қамыр илеген кездерінде басларыңызға орамал тартыңлар деп үйрететін еді. Мен енді ауылда әр бір көрген келіншекке, қыз келіншекке осы миллилігімізді айтудан және де шаңырақта өзлерін бір ата-ененің алдында тұту, қалай тұту керек, азанғы уақытларында берілетұғын таңыр сәлемлерін беру, бұл да бір ата-анаға, миллилігімізге деген бір әсіресе жас келінерімізге, қызларымызға өздеріміз айтып баруымыз керек. Себебі біздерге кемпір апамыз сондай етіп анамыз тәрбие берген, айтқан, осындай бір милли қадіратларымызды, миллилігімізді бір жастарымыздың санасына әрдайым бір үйретіп, сіңдіріп барудан жасыл күндеріміз біз еш уақытта шаршамауымыз керек. Міне қазір сөзіңізде айтып кеттіңіз, біздің милли қадіратларымыздың айырымлары жоғалып бара жатырғандай деп жатырсыз да. Сол қайсы миллилігіміз, қайсы қадіратларымыз? Қалаға қарағанда ауылда миллилік көбірек сақланады. Себебі ауылдың ең шетінен кіріп, біреудің үйін сорасаң, пәленшенің үйі қайсы десең,
сол пәленшенің үйі деп айтып жібереді. Демек, қалаға қарағанда ауылда ауызбіршілік, бір-біріне сыйластық, таныс көп. Себебі мерекелеріне араласу. Мен күні кеше Қазақдарияда сапарда болдым, міне Айткүл Гуа. Сол уақытларында қазіргі осы біздің темамызға да байланысып кетеді. Миллилік дегенде үріп әдет дәстүрлер менен қатар біздердің қоңсы қобашылық деген нәрсемізді бір үлкен дәстүрімізді ұмытпауымыз керек. Бір апа шығып сондай бір жақсы нәрсені айтты. Қарағым, біздер ауылда тұрып бір-біріміздің мерекеміз, бір-біріміздің тойымыз араласып кеткен. Мәселен, біздің Қазақдарияда мереке берген үй қиналмайды деді. Сосын мен не себеп екенін айтып бересіз бе десем, біздің ауылда тек той беріп атырған, мереке беріп атырған адам мал сойып көшін тарқадады, қалған затларды өздеріміз жаямыз, тек бауырсағын аламыз болды дейді. Қараң, ауызбіршілікте. Себебі айтады ғой, әр сапары мен бір со Қарақалпақстанда Қарақалпақ халқының бірі болып тыңлап отырғаныма қуанамын. Президенттің сөзін әр сапары келгенде мен Қарақалпақ халқының ауызбіршілігіне хайран қаламан. Мен осы Қарақалпақстанға қатынап жүріп, ауызбіршілік деген сөзді үйрендім дейді. Демек, бұл біздің миллилігіміздің ең үлкен бір әхметлі сыры осы ауызбіршілікте. Не айтып атырсыз? Ауылларда ауызбіршілік жақсы сақланған. Бұған қалада жасап атырған заманастарымыз қандай пікірде болар екен? Мен бұл жерде қаладағы халқымыздың арасында ауызбіршілік жоқ деуден аулақпан. Бірақ ауылдың бұрынғы дәстүрлеріміз ауылларда көбірек сақланған. Себебі қаланың халқы бәрібір жәмияттың көп араласқан орны. Бұл жерде көп халық тұрады, һәм сырттан келіп қоныстасады, қоңсы қобалармен араласып кетуі қиылау болады. Ауылда сол тұрақлы халық, сол ауылды менің кіндігімнің қаны тамған жерім деп таслап кетпей отырған халықтар жасап атырғанлығынан деп ойлаймын. Һәм олар өзінің миллилігін тұрақлы түрде әрбір көшіп келген жаңа қоныс басқан шаңараққа түсіндіріп барады. Инсанның сыртқы көрінісі оның ішкі дүниясына айнадай. Қыз баланың киімі, оның тәрбиясы, өзін қадірлеуі һәм жәмиетке болған мүнәсебетін көрсетеді. Ашық киіну еркінлік емес, жәмиет, әсіресе әке, ағаларының алдындағы жауапкершілікті ұмыту. Ібратлы киіну болса, инсанға хүрмет, отанға мұхаббат белгісі. Хақиқи гүзаллық әдепте һәм хақиқи хүрмет киінудегі ибелілікте. Өзіңізді хүрмет етің. Қалай киінген болсаңыз, солай көрінесіз. Міне бүгінгі темамызға таңылған милли киімдер кию, киіну мәдениеті хақындағы пікірлеріміздің бекарға емеслігін осы ролик арқылы да көрген шығарсыз. Киіну мәдениеті не себептен бұзылып жатыр деген сұрауға тоқталып өтсек, бұл жерде мәселен айтып жатырмыз, ата-ана тәрбиясы бұл жерде үлкен рөл ойнайды деп. Дұрыс, бала туылған кезінде шаңарақта қалыптасады. Баланың ең бірінші жәмиеті ол шаңарағы болып есептелінеді. Әлбетте, соның ұшында шаңарақтағы тәрбия біздердің өмірімізде, яғни біздердің шақс болып жетілісіміздегі үлкен ахметке ие бұл жерде. Соның ұшында тек қана қызларға ана тәріптен емес тәрбие, апа тәріптен емес, әлбетте ажағаларымыз, әкелеріміздің да орны үлкен бұл жерде. Себебі сыртқа шығып бара жатырған кезінде қыз бала келте киінсе, тар киімдер кисе, бұл жерде әкенің абыройы, ажағаның абыройы тұрады қыз баланың мойнында. Осы затларды көтеріп жүру, осы әкенің, ажағаның абыройын мойнында көтеріп жүру деген түсінікті ана сіңдіріп барады. Соның ұшында ең бірінші шаңарақтағы тәрбияны ахметлі деп аламыз. Кейін енді айтамыз, бақшаға барады. Ол жерде достары заманауи киім жүрген болуы мүмкін. Бала елкілейді.
қазіргі жастарымызам шет елге еліктеуі арқалы ұсындай мәселен келте киімлер кию, ашық киімлер кию қалыптасып жатыр деп ойлаймыз. Себебі интернет рауажланған заман. Қазір біздер білеміз, мектеп жасындағы балалар да, хатте нұраниларымыз да интернеттен көп пайдаланады. Біздерге һәм кері тәсірі бар, һәм де ұнамлы тәсірі бар. Бірақ біздер көбіне жастарымыз өзіне ұнамсыз тәсірлерін көбірек өзіне алып жатыр деп есептеймін. Ақыбетінде біздерде жастарымыз шет елдің мәдениетіне көплеу еркілеп жатыр. Біз бүгін социалдық тармақларға сол қай дәрежеде айыпла қоя аламыз? Себебі тәрбие өзіміздікі, шаңырақ өзіміздікі, перзентлеріміз өзіміздікі. Әр дәуірде де өзінің заманға сай модаларға еліктейді. Әсіресе хаял қызларымыз енді әркім өзінің орнымен өзіне жарасатын киімдерін киіп, ата-аналардан тәрбие алып, ата-аналардың өздері де сол қызыма, балама не жарасады деп, соларды өздері жолға қойып барса, тәрбие жақсы болады деп ойлаймын. Мойнақтан келатырып, автобуста алдымызда бір ата отырып келатыр еді. Мен милли киім киіп тұрып келатсам, мына қызымды көріп, бүгін жұма күн беспеді деп жатыр да. Қасымызда екі апа айтады да, мойнақтан келатырсыз ба дейді. Ау, мойнақшылар табады осындайларды деп жатыр да. Ең жақсы затлар мойнақтан шығады деп. Сол кезде еліксіз қуанып, құрметлі президентіміздің мәдениет мойнақтан басталады деген сөзіне ядыма түсті. Экранға назар аударған кезде біздер қатар теңдеслеріміздің белі ашық, келте киімдерді көріп, біздердің ызамыз келіп отырыпты. Бұл қатар теңдеслеріміз өзі ойлауы мүмкін, мен жақсы киініп жүрмін, өзіме ыңғайлы деп, бірақ сырт көзге ол ерсі көрінуі мүмкін. Жастар болғаннан кейін киеді, бәрібір модаға қараймыз, модамен жүрмесек, заман қасымыздағылар айтады. Нау алдыңғыдан қап қойған, бұрынғы заманның адамлары ғой деп, не? Мен заманауи киінемін деп үйіне барып айтады созатларды. Содан кейін ақ барып, жастар бір тыңдамағанда емес, заманнан қалмау үшін кетті, о заманауи киімдерді. Дұрыс, заманауи киімдерді киетін орындар да бар. Бірақ миллилігімізді ұмытпай, өзіміз милли киімдерімізді киетін орында біліп киюіміз керек. Көрбатпан ол видеодағылар қызлар болғанда әзір арым кеп отырыпты да. Бірақ әзір заман талабы болғаннан кейін іләжіміз жоқ, бірақ сол сырттағы адамларға қарап, сонда киім киеміз. Кимейді, ешкім кимейді деп айта алмаймын. Әзіргі шығып атқан киімдер бар ма? Солардың өзінің қолайлықлары да бар. Қаптамдағыларға да мен өзім соларды айтқан болар едім да. Өзінің орнына киіп барса жақсы болатын еді деп ойлаймын. Міне біз қазір шетел мәдениетіне, шетел киімдеріне еркілеп жатырмыз деп жатырмыз. Одан келетін ол киімдеріміз һәм дүканларымызды толтырып тұрыпты. Демек бұған қаридар болғаннан кейін, сол талап болғаннан кейін киімдер келіп жатырды да, оны киіп жатырған өздеріміздің жастарымыз, өздеріміздің қызларымыз хақиқатында. Қыз балалар киімге өш болады да. Жаңа әртістегі киімдер шыққан кезде біз оны алуға құштарлығымыз артып тұрады. Хамде қазіргі күнде дүканларымызда сіз айтқаныңыздай заманауи шетел үлгісіндегі киімдер кіріп келіп жатырды. Хамде бұған талап болғанлығы үшін бұл киімдерді алып келіп сатып жатырды. Негізгі себебі бұл жастарымыздың социалдық тармақларда көп отыруы. Бұл киімменде шырайлы тұрады. Мен бұл киімді кию арқылы осы шетелдіктерге ұқсаймын, өзімді еркін сезінемін деген оларда сезімдер болуы мүмкін. Бірақ бұл менің ойымша қате нәрсе. Себебі адам жәмиетте жүрген кезде өзінің киімі арқылы басқа адамдарда өзі туралы пікірлерді қалдырады. Өзінің сыртқы келбеті арқылы өзінің мінезі қандай, оның құлқы-атвары қандай екендігі басқа адамдарға білініп тұрады. Сол үшін де қазіргі күнде миллилік темасын айтып жатырмыз ғой. Миллилікті заманауи стильде кисек, бұл һәм көрікті болады, һәм өзімізге қолайлы киім һәм болуы мүмкін. Қазіргі күнде біздің Қарақалпақстанда да дизайнерлер осы милли киімдерімізді, мысалы үшін көк көйлеклерді де қызлар үшін қолайлы болған, бұлар үшін шырайлы болған форматта істеп шығарып жатырды. Және бұларды мен айтқан болар едім, осы дизайнерлерді әлде де қолдап қуатлау керек. Олардың милли киімдерді еледе шырайлы һәмде қолайлы қылып, оларды заманауи қылып егер шығарса, бұл жастар үшін де өте бір жақсы болар еді. Хақиқатында да біз өзіміз болып, жәмәтіміз болып, мәселен сонда киім киіп жүрген жастар болатын болса, орталығымызға алып, жәмиет болып тәрбиялауға, ата-ана болып, мәхәлле болып тәрбиялауымыз керек шығар. Мысалға мәхәлледе
мерекелерде болсын, біздер енді жас үлкен, жас кіші қызметке біздерде бір бауырсақ пісіру не дегендер бар ғой. Сол кезде келілердің бір қолайсыз киім киіп жүргендерін көрсек, бірақ айтып жатырмыз. Олай киінбең, қайнаға деген бар, қайната деген бар. Әмме сол тәрбиялық жағынан біз сол жас кішілерге қоңсы өзіміздің үйіміздегі келін қыз демей, қоңсы қобаларымыз сол мәхәлледегі жастарымызға да айтып баруымыз керек. 50-ден асқан бір аналарымыз бар, қызларын ұзатып, келін алған, келте киіп жүреді. Енді соларға да бір айтасам, бірақ айтқанменен көп жастар оны тыңлағысы да келмейді, мысалы үшін. Заманауи киінсін, ұзын болсын, азғантай келте болмасын, ашық-шашық киінбесін. Айтқанмен тыңламай тұғынларам бар. Тыңламайды көбісі. Енді тыңламайды деп біздер қош тыңламайды ғой деп айтпауымыз керек та, бәрібір соларға тәрбие беру біздер нұранилардың миллетлемеміздей болып сезілеміз өзіміз. Соларға біздер айтпасақ, ашуланса ашуланады, бір ашуланар, екі ашуланар, бәрібір соларды көндіруіміз керек, жамаат болып, махаллаға барып, тыйым салуымыз керек. Кейіннен қалмауымыз керек киінбегенше. Адам өзі бірін-бірі тәрбиелайды да негізінде. Сөйтіп тәрбие беруіміз керек. Біздерді аналарымыз кішкентайдан сөйтіп тәрбиелады. Жас үлкендердің айтқандарын, кемпір апаларымыздың айтқандарын тыңлайтын еді. Көпшілік айтыла берсе, жас үлкен нұранилер айта берсе, жастар еш жаққа кетпейді, тыңлауы мүмкін. Біреу ярымы тыңламауы мүмкін де, қалғандары тыңлап, миллилігімізді сақлайық. Біз Қарақалпақтың қызларымыз, Қарақалпақтың келіндеріміз ғой. Сол үшін де біз өзіміздің милли киімдерімізді киіп жүрейік. Әсіресе мерекелерде, қоңсы мерекелерде киейік деп, киюі мүмкін. Тым тырыс тыңламайды деп қалу шарт емес шығар деп ойлаймын. Қазіргі жастарымызды айыплай беруімсам, ол жас үлкендер үшін енді мен жүдә бір қолайсызлау, себебі олар ертеңгі біздердің келешегіміз. Ертеңгі мемлекетіміздің, ауылдан басылайтын болсақ, ауылымыздың, районымыздың, мемлекетіміздің келешегі солардың қолында. Біздер соның үшін мінекей жаңа роликте көрсетілді. Расында да қыз бала деген атқа жараспайтын нәрселерді істеп тұрыпты қызларым. Сіздердің кеуіліңізге келмесін. Апаларыңыз, міне отырған ұстазларыңыз, әммесі сіздердің сол келешегіңізді ойлап айтып жатырыпты. Жастардың әммесін интернеттен көріп істеп жатыр деп айыплай бермейміз. Қазіргі соңғы дәуірдегі киімдеріміздің бәрі кең етіп киіліп жатырыпты. Демек со бұрынғы киген джинсилардың тарлығы, триколардың тарлығы біздің қазіргі милли менталитетіміздегі дизайнерлерге көзіне көрінгеннен кейін олар қазір со қолайлы киімлерді. Мәселен, бұрынғы шалбарларымыз тырысып тұратын еді, костюмларымыз келте еді. Қазір шалбарларымыз кең, костюмларымыз жауып тұрыпты. Мінекей осындай әркім бір өзіне қонымлы, жарасықлы киімлерді кисе, әлбетте жастарымыздың барлығы бір тәрбиесі деп айта алмаймын, тәрбиялы. Себебі қазір міне со жұма күнінің милли киімді киюдің өзі қазір біздерге жастарымызға үлкен тәрбие. Мен университетке бардым, әмме тақия киіп, бешбет киіп жүріпті да. Сөйтіп мен хайран қалдым. Үлкен ләж өтейін деп атырған шығар деп ойладым. Сөйтсем, хақиқатында жұма күні олардың милли күні екен. Осы арқалда біздер жастардың санасына, демек жәмиетте біздер сіңдіріп атырмыз деп ойлаймын. Хадис дінімізде хаял қызларымыздың киіну мәдениетінде де өзгеше бір тәртіплері, талаплары бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Хақиқатында да бұл киіну мәдениеті арасында біздердің мұсылманшылығымызда өзіне жараса киіну мәдениеті, киіну талаплары бар. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның хадис шарифлерінде қайсы бір мән тәшәббәһә биқаумин фәһуә минһум, яғни кім өзін қайсы бір милләтке ұқсататұғын болса, сол милләтпенен бірге тіріледі деп баян қылған. Қазіргі уақытта жастарымыздың, яки болмаса хаял қыздарымыздың тар, келте киім киюлері һәм міне осы хадиси шарифлерге түсіп кетуі ықтималы бар болғанлығы үшін һәм бұндай киінулер сырт ел мемлекеттерінің үрф әдетлері, яки болмаса мәдениетімізге, яки миллилігімізге тура келмеулігін түсініп алуымыз керек. Хаял адамның киімі нені көрсетеді десе, ұламаларымыз хаял адамның киімі әкенің тәрбиясын, ананың ибесін, күйеуінің еркеклігін көрсетеді деп айтады. Шаңырақта ата-ана, ата-аналық вазифасын, үлкен жас, үлкен нұрани аталарымыз өзінің ақыл насихатларыменен шаңырақта перзентлеріне, ақылықларына шырайлы насихатларын айтып барса, дүнияға келген әр бір инсан қылып атырған әр бір іс әрекетін жақсы, терең ойлаған халатта қылса, мақсатқа муафиқ болады деп ойлаймыз. 21 ғасыр, имидж, стиль деген сөздер біздерге кіріп келді. Бұның
өз алдына мәнісі бар. Бүгінгі күнде осы имиджін жаратуда, стилін, жақсы милилікті сол заманауилікке үйлестіріп істеуде де өзіміздің қанегелеріміз тараулар пайда болып жатырды. Айтып отырған барлық пікірлердің қосылатын тарапы да бар, қосылмайтын тарапылары да бар. Себебі дүния жүзі мода әлемінде 2020 жылдан бері табиғилікке ітібар бермекте. Яғни бұл не дегені? Табиғилік, білесіз, біз әрбір миллеттің өзінің милилігі болады. Соны сақтап қалған халда біз мен имиджмейкер, яғни имидж стилист сипатында айтар едім қазіргі жастарға, сол социал тармақтарда көріп отырған, оларды күзетіп отырған видеороликлер болсын, қазір өзімізде көріп тамаша қылдық, һәм олардан жұмақ қылып өзімнің кәсібімнен келіп шығып айтатын болсам, бұл хаял қыздардың барлығы шоу-бизнес уәкілдеріне еліктеп жатырды. Яғни дүния жүзі мода әлемінде бұны бас тартады. Яғни бұл табиғилік қазірде табиғилікке акцент қойылған, табиғилік тренд болмақта. Бұны мені осы ток-шоуды көріп отырған барлық қарақалпақстандық хаял қыздарға білдірерім, айтарым бар. Яғни бұл сіз сол 2025 жылы жасап жатырсыз ба? Яғни сол 5 жыл алдыңғы анти-тренд болып кеткен нәрселерді қылып жатырсыз. Керек емес, көрінбейтін зоналарды көрсетіп жүруіміз, яки болмаса табиғи болмаған, жасалма кірпіклерді қостыру, һәм қасларымызды бөрттіріп, я болмасам мейкап қылғанда да, яғни макияж қылған уақытта да бөрттіріп біздерді табиғи қылмай көрсетіп қою, бұл ашынарлы ахуал. Хатика со имиджмейкер сипатында мен көпшілік орындарда болама, жәмиеттілік шөкемдерде мұрат етіп шақырып жатырды. Себебі имидждеске тарауы қазірде енді рауыжланып жатырды. Көше-көйде көргенімде орта жастағы хаял қыздардың атека сол біздердің менталитетімізге мас болмаған киімдерді киіп жүргенін көріп, мен айтқым келеді. Һәм осы көрсету арқылы айтып жатырмын, міне, яғни осы қаралпақ қызларымыз табиғилікке ұрғы беріп, яғни соны тренд қылып, мысалы меди ұзынлықтағы киімдерді сатып алса ғана, һәм оған қосымша ретінде бөлтіріп көрсетпестен табиғилігін сақлап қалуды ұсыныс еткен болар едім. Миллилікті, милли киімді һәм орларға кие алмаймыз деген пікірлер айтылды. Һәм мен сондай пікірлеуші инсандарға айтуым керек. Әрбір хаял қыздың гардеробында 3 түрлі жағдайға киетін киімі болу керек. Біріншісі болар күнделікті киімдер. Мысалы, әрбір жұмысқа, оқуға біздерде дресс-код беріледі, ақ, қара формаларды киюіміз. Ал екіншісі бұл кешкі мәресімдер үшін. Кешкі мәресімдерде біз білсек, мысалы, қандай реңде көзге тасланбайтұғын, өзімізге мас келетұғын, өзіміздің цветотипімізге, психотипімізге керекті болған реңлерді масластырған халда киюіміз керек. Бұны әлбетте қызыл көйлекті мысалы жұмыс орнына кие алмаймыз. Бірақ та сондай қылып киіп жүргендерді көріп, мен хатсека оларға айтқанмын. Бұл имидждескада ұлыма натуры. Сіз қызыл көйлекті киіп, басқа кәсіптестеріңіздің диққатын тартуыңыз керек емес, өзіңіздің жұмысыңызға туарлы болуыңыз керек. Жауапкершілігіңізді білдіруіңіз керек. Сізді көріп, басқалар да сондай киюге харекет етеді деп пікірлер айтқанмын. Һәм үшінші жағдайы бұл миллилік. Әрбір хаял қыздың гардеробында милли киім болу керек. Һәм білесіз, біздерде 21 март Наурыз байрамы бар. Һәм басқа да сондай 5-ші күн деп жатырмыз, жұма күнінде милли киімдер кию күні. Һәм сол күндерде біз һәм уақыт киюіміз керек. Тұрақлы әдетке айландыруымыз керек. Сондай етіп, сондай жағдайларда кисе ғана жастар соған қалпеседі. Біз, мен сондықтан да бұл имидждеске тарауы қанегесі сипатында айтып өтуім керек. Осы имидждеске тарауын бүткіл Қарақалпақстан республикасына енгізгім келіп жатыр. Себебі білесіз, біздердің күннен күнге киім сауда орайлары көбейіп бармақта. Һәм социал тармақтарда көріп баратын болсақ, сатушы инсандар өзінің брендін жоғарылату мақсатында өздерінің киімін, яғни қазірде тренд болып жатқан киімдерді көрсетіп видеолар алады. Сіз білуіңіз керек, бұл киімдердің барлығы масс-маркет, яғни неше жылдар давамында мода болған. Яғни 20 жылдар мода болған болса,
5 яки 7 жылдан бері мода әлемі қайталанады. Хам сол уақытта шекем қайталанған киімдер қазір бізге тренд болмақта. Хам бұны еліклеп, бұны сатып алуға харекет етеді. Сіз айтпақшысыз, бүгінгі күнде айрым сол аял қызларымыз бар, мода әлеміне жүдә қызығады, бірақ оны бір кию мүмкін, екі кию мүмкін. Қандай да бір киімді сатып алған уақытта біз оны тек қана сол сатып алар уақытында бізге ұнаған үшін сатып аламыз. Бірақ та егер сіз өзіңіздің стиліңізді, психотип деген түсінік берілген, яғни әрбір инсанның өзіне жараса, өзінің табиғатына мас болған, характеріне мас болған стилер берілген. Ал егер де сіз өзіңіздің стиліңізді, психотипіңізді үйренсеңіз, хам сол сауда орайына барған уақытта өзіңізге мас келетін киімді анық білсеңіз, хам сіздің реңіңізді, өздеріңіздің цветотипіңізді анықласаңыз, социал тармақтарда көп жүрген видеоларға уақытыңызды да кетірмейсіз. Хаттегі бұл сіздің финансылық дараматыңызды бекарға сарпылаудың алдын алады. Айрым уақытларда көреміз, біздің елімізге келіп отырған туристлерде, саяхатшылардың үстінде де милли киімдерімізді көрсек, сондай қуанып кетеміз да, менің өзіме өзгеше тәсір етеді, себебі біздің миллилігімізді шетел мәдениеті тән алып жатырыпты. Біз не үшін өзіміздің миллилігімізді мақтанышпен киіп жүрмейміз? Қарақалпақстанға келген туристлердің көбісі Мойнақ районынан бармай кетпейді. Оларды көрсек, тақиялар киіп жүргенін көреміз. Қолларына кішкентай сумкалар алып жүрген, кошелек сумкаларды алып жүргенін көреміз. Жеңсізлер, қарақалпақ нақсылары салынған. Соны көріп біздердің бір кеуілімізде қуаныш пайда болады. Өздерімізге сондай сезіледі. Олар да қызығады, біздердің сол милли нақсыларымызды олар да сол қадірлеп, хүрмет етіп, үстілеріне киіп жүріпті. Бұл біздердің мына қарақалпақ халқының милли киімдері, оларға салынған милли нақсыларымыз, бұл бейбаха байлығымыз. Біздер соны жас үлкендер ендігі әулетларымызға, жас кіші жастарымызға түсіндіріп барып, қастерлеп, абайлап, сол киімдерімізді, мысалы үшін әммеде қазір үлкен адамдарда милли киімдер бар. Сол киімдердің қадірін білетін етіп, біз сол жастарымызға үйретіп баруымыз керек. Енді мына киімдерді біздер қайыр болса жерге киемейміз ғой, жаңағыдай бір мерекелер, байрамлар, бәзімдер дегендей сондай жерлерге киеміз. Хақиқатында да бүгін көрсетуімізге Мойнақ районынан бір қатар белсенділер келген, нұранилер келген, мәселен Манзура өнерменттің киімдері бүгін Қарақалпақстанның әрбір ауылларына, әрбір районларының шет-шеткі аял қызларымыздың үстінде көруіміз мүмкін. Бұның өзі де бір хақиқи мақтаныш. Оның тіккен киімдері сол Қарақалпақстанның барлық ауылларына дейін, қалаларына дейін жетіп барды деп. Міне біздерде сол көк көйлегін сол тіккізіп алып киіп жүрміз. Хүрмет етеміз, қадірлейміз, ақылықларымызға да айтамыз. Жасылыққа салып олар айтатын еді, қойшы мен бұндай кемпірдің көйлегін кимеймін деп, бірақ енді олар түсініп жетіп жатыр. Енді ана көйлегіңді бер, апа, мына көйлегіңді бер, апа, байрамларға киіп шығайық деп, олар да қызығып жатыр. Мен олардың да сана сезімінде сол қызығушылық, милли киімдерімізді қадірлеу, әулеттен әулетқа жеткеру, оларға да сол бір түсінік болып қалады деп ойлаймын. Қазіргі уақытларында, қазіргі трендке айланып отырған киімлердегі өш қазіргі жастарымызды ізіне қуып жете алмайсың, мысалы үшін да қалтасы көтермей тұрған шаңырақлар да бар. Ол жақты да ойлауымыз керек. Мысалы үшін қазіргі уақытларында дүканларда түнгі уақытлардағы киімлерді трендке шығарып, реклама қылып, соларды бір неге қазір әсіресе Инстаграм тармақларында көп сол затлар неге рекламаға шығып жатырды. Сол рекламаларды киіп көрсетіп жатырғанда өздеріміздің Қарақалпақ қызларымызда. Мәселен, мен ойлаймын, осы қыздардың ата-анасы жоқ па, үйінде жігіт аға жоқ па, мысалы үшін. Бұл қыз, мысалы үшін, ертең біреудің болатұғын шаңырағына баратұғын келіні бұл. Әмменің қолында телефон бар, әммесі Инстаграм, басқа да социал тармақларға кіреді. Енді оны өзінің анасы көреді, әкесі көреді, жігіт ағасы көреді, ағайын туысқан көреді. Мысалы үшін біздің менталитетімізге тура келмейді бұл затлардың әммесі. Мода деп, я басқа да трендтердің ізінен қуып кетпейін, өзімнің милилігімді сақлайын, өзімнің бір Қарақалпақ қызы екенімді ядымнан шығармайын деген жастардың санасында осындай бір не болу керек. Бүгінгі шыққан мода ертең киілмейді. Не үшін қазіргі Қарақалпақ милли киімдеріміз осы уақытқа шекем әсірден әзірге шекем сақланып кетіп, неге ол модадан қалмайды мысалы үшін? Неге ол той мерекелерде киіледі? Мәхәттегі қазір айтып жатырмыз, той мерекелерге, байрамларда.
Мәселен, біздердің мектебіміздің формасы мысалы үшін ұсын не формада киеміз. Өздеріміздің көк көйлегімізді, өздеріміздің милли нақыстарымызды һәмме уақыттарында мақтаныш етіп өздеріміздің үстілерімізге киіп, бір өздерімізді бір жоғары көрсетіп жүруге шақырып қаламын. Жұмақлап айтар едім, қазіргі қызларымызға, қазіргі Қарақалпақ миллетіне сай бір дәстүрлерді жойтпай, аналарымыздың миллилігін сақлаған халда, милли қадіриятlarымызға бір таянған халда бір жақсы өздерін бір көрсетіп, мәселен Қарақалпақ қызы Гүлайымның образын жаратып, өздерімізді бір Қарақалпақ қызы екенімізді, Қарақалпақ миллетінен екенімізді бір көрсетіп жүруге һәм мені шақырып қаламын. Бұрынғы уақыттағы киімдер жүдә бір сапалы, адамның көз тартатындай. Оған бір мысал айтайын, біздер мына Бибісара екеуміз Ташкентке бардық. Мына көк көйлекті киіп. Сонда жаңа har қайсы айтады, мына қаяқтан алдыңыз? Нақысты кім тіккен, машин тікті ме деген сұрау берді Бибісара, иә? 3 ай отырып тіккен мынаны қолдан та. Енді соған қазіргі жастарымыз қызықсынбайды, тез тігіп берген жақсы көреді. Бірақ та сол миллилігіміз жойылмау үшін солардан келешек жастарыма айтатыным, сондай бұрынғы милли киімдер тігуде шаршамағай. Өздеріне жарасықлы. Қазіргі заман тілімен айтқанда денсаулықларын қорғай алатұғын. Енді Қарақалпақстанның ең ыссы жері Мойнақ. Қарақалпақстаннан жүдә ыссы, соның үшінде со жазда ысыдан сақлайтұғын, қыста суықтан сақлайтұғын. Әр мәусімнің өзінің киімлерін жарасықлы киінсе, солардың бір шетіне Қарақалпақтың бір нақысын қойып, Қарақалпақ қызы екенлігін дәлелдеп жүрсе, мен бір келешекте солардан үлкен үміт етіп қалар едім. Себебі олар соңғы әулетларға соны жеткереді. Қызларымыз аналарының айтқан, әсіресе әжелерінің айтқан тыңлап, айтады ғой, мына кемпір апасы бар үйдің қызларын аламан, кемпір апасы бар үйдің қызларын келін қыламан дейді. Бұның астарында үлкен мәні жатырыпты. Себебі оның анасы жас, қазіргі заманменен тәрбиялайды. Ал кемпір апалар бұрынғы заманда асып кеткен бұрынғы заман емес, сол Қарақалпақтың миллилігін, халқының миллилігін сақлаған халда оларға тәрбия береді деген үлкен үмітпенен келін қылады. Бәрбірам қызларымыз дейміз, ардақлаймыз. Қарақалпақ халқы өзі қызларын ардақлаған халық, бірақ бәрбірде олар ертеңгі күні бір үйдің келіні, ертеңгі бір өсиетұғын Қарақалпақ әулетларының анасы болады. Соның үшін да сол миллилігімізге ітбар беріп, заманменен ұйғыластырған халда ұсыны соңғы әулетларға жеткеретұғыны мына жастарымыздан үміт етіп қаламыз. Білдірілген пікірлер, айтылған ұсыныстар әр бір хаял қыздың шаңырағына, әсіресе оның миллилігін сақлап қалуға, бүгінгі қадіретларымызды тіклеуге рухи азық болатығын болса, біз бұнdan қуанышлымыз. Көрсетуіміздің мақсаты де сол. Біз алып шығып атырған темалар, мәселелер, машқалалар әлбетте өзінің ұнамлы нәтижесін беріп, шешімін тауып, шаңырақлар үшін пайдалы болуын ниет етеміз. Барлық милли қадіретлар, үрп-әдет дәстүрлеріміз, милли киімдеріміз әр бір шаңырақта болуын, сақлануын, дауам етуін тілеп, бүгінгі көрсетуімізге жұмақ жасаймыз.